Экономиканың барлық заңдылықтары бойынша бұл елдің өмір сүруі мүмкін емес еді. Бірақ ол соңғы 80 жыл бойы толық оқшаулану жағдайында аман-есен өмір сүріп келеді. Сөз қайтадан Солтүстік Корея туралы және оның экономикасы неге негізделген? Елге кірістің үлкен бөлігін Лазарус атты хакерлер тобы алып келеді. Олар жылына $1,5 миллиард көлемінде криптовалюта ұрлайды. Барлау мәліметтері бойынша бұл ақшаның жартысынан көбі зымыран бағдарламасын қолдауға жұмсайды. Бірақ басты құпия басқада. Жеңіске жеткен социализм елінде баяғыдан жабайы капитализм билікте отыр. Барлығы чанмадан базарларына негізделген. Ер адамдар мемлекеттік зауыттарда $1 жалақыға жұмыс істеуге міндетті болса, олардың әйелдері контрабандалық смартфондардан бастап Оңтүстік Кореяның дорамаларына дейін сатуда, ал мемлекет нарықтық кіріс салығын алады. Бірақ ең таңғаларлығы 2024 жылдың қорытындысы бойынша Солтүстік Кореяның жалпы ішкі өнімі 3,7%-ға өскені соңғы 8 жылдағы ең жоғары көрсеткіш. Сондықтан бұл режим әлі ұзақ өмір сүруді жоспарлап отырған сияқты.